бір неге күткім келеді. Ол не десең, Арунаның бұрын баяғы шыққалы бері мен оның фанатымын. Шықса, сразу шықса мен қараймын. Лайк басамайым. Өйткені мен оның қолын көп тимейді, жарысын ғана көремін, өйткені қолым қата тимейді. Мен оған подписанмын, миллион подписчигіне құтты болсын, Аруна әпше. Мен Аруна әпшеден комментарий күткім келеді. Прям қатты күткім келеді, өйткені менің подругамда бар. И саған да лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен бір күні сол досымды таныстырам, Іңкәр қазақ деп тұрғанын. Соны басқашаға ауыстырды, Аруна фан қылып аштық. Екеуміздің де анандай неміз бірдей. Мен күткім келеді Аруна әпшеден. Комментарий күткім келіп отыр. Ең бірінші маған лайк басып кетіңдер. Мен подругам өйстіп бүкіл Арунаның фотоларын жебе жүреді. Досыма да рахмет айтамын. Мен қатты күтіп жүрмін. Бұрыннан бері күтемін, негізі күткен ғой. Айтпағанмын халыққа. Сендерге айтпағам. Мен күтіп жүрдім. 1 ай өтті. 2 ай өтті. 3 ай өтті. Почти қанша ай өтті? 3 ай өткен жоқ. 3 жылдай өтті. Жыл өтті да. Мен аккаунт ашам. Мен забаркиловать етеді. Іңгірді сөйтіп забаркиловать етіп қалады. Сосын мен әрең кетіп ашып алдым телефонымды. Забаркиловать еткенде. Забаркиловать еткенде негізі телефонымыз құлтанып қалған, короче. Ютубтан екеумізде бірге құлтанып қалған. Сол кезде біз қатты қиналдық. Сол кезде ютубты күшті көретінбіз, сондықтан. Сосын ол бітіп тиктокқа өттік. Сосын тикток қарап мен аккаунт аштым, но ол тез забаркиловать етіп тастады. Бір видеомды түсірдім, и содан барып забаркиловать етіп тастады. Сондықтан мен осы тиктогыма кіргенше, Аруна жауап бергенше, Аруна әпше хотя бы ел жасаған. Ел жасағай, или Аруна әпше анандай подписка басса, и лайк басса, и комментарийге мен Аруна әпшеңмін деп жазған адамға сол әпшеге қуанамын мен. Одан сайын арта беремін, достар. Пока тегі.